Енді жиындарға байланысты мәтіндік есептерді шығарып көрейік. Бірінші есепті оқиық. Сынып оқушыларының бірнешеуінде боксқа және баскетболға арналған спорт құралдары бар дейді. Мына жерде бізде боксқа барады екен, мына жерде баскетболға барады екен. Бұлай екі шеңбер берілген Эйлер-Вен диаграммасы арқылы. Бірінші шеңбер бұл боксқа баратындардың шеңбері, екінші шеңбер бұл баскетболға баратындардың шеңбері. Енді бізден сұрап тұрғаны, осы оқушылардың нешеуінде боксқа арналған, мына жерде баскетболға арналған тағы сол сияқты спорт құралдары бар дейді. Біріншісін жауап берейік. Боксқа арналған спорт құралдары. Мына жерге қарап тұрсақ, бұл жерде бізде нүктелер бар екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 нүкте бар екен. Мына жерде біздер боксқа арналғандарды қарайтын болсақ, бұл 6 адамда боксқа арналған спорт құралдары бар екен. Екіншісі баскетболға арналған спорт құралдары. Баскетбол деп жазып кетейік. Бұл жерде бізде неше адам бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 адамда баскетболға арналған спорт құралдары бар екен. Үшіншісі боксқа және баскетболға арналған. Екеуіне де қатысатын неше адам бар екен бізде? Екеуінің қиылысы бұл, екеуіне де қатысады деген 1, 2, 3. Екеуіне де қатысатын бізде 3 адам бар екен. 3 адамда екеуіне де арналған спорт құралдары бар екен. Төртіншісі боксқа арналған, бірақ баскетболға арналмаған. Яғни боксқа арналған, бірақ баскетболға арналмаған. Яғни мына жер кірмейді деген сөз. Тек қана сонда 1, 2, 3 бізде, төртіншісінде де 3 болады екен. Және баскетболға, бірақ боксқа арналмаған. Яғни баскетболға арналған, бірақ боксқа арналмаған. Ол бізде жетеудің тек қана 4-еу екен. Бесіншісінде 4 болады. Келесі есепті қарайық. Сынып оқушыларының бірнешеуінде тенниске және хоккейге арналған спорт құралдары бар. Мына тенниске арналған, мына хоккейге арналған. Спорт құралдары бар. Эйлер-Вен дөңгелектерінің қолданып, мына сұрақтарға жауап беріңдер. Оқушылардың нешеуінде тенниске арналған, хоккейге арналған, тенниске және хоккейге арналған тағы сол сияқты спорт құралдары бар дейді. Біріншісі тенниске арналған бізде мына жерде 5-еу деп тұр. Бірінші сұрақтың жауабы бізде 5 екен. Екіншісі хоккейге арналған. Хоккейге бізде мына жерде 8 деп тұр. Сондықтан 8 тек қана хоккейге. Үшіншісі тенниске және хоккейге арналған. Яғни тенниске және хоккейге екеуіне де арналған бізде мына жерде тек қана екеуінің қиылысы деген сөз. Бұл 2 екен. Төртіншісі тенниске арналған, бірақ хоккейге арналмаған. Яғни тенниске арналған, бірақ хоккейге арналмаған. Мына кішкентай шеңберден мына екеуін алып тастаймыз. Бұл 5-тен екеуін алып тастаймыз, сонда 3-еу ғана екен. Және бесіншісі керісінше хоккейге арналған, бірақ тенниске арналмаған. Мына 8-дің ішінен біздер екеуін алып тастаймыз. Өйткені бұл екеуінде тенниске арналған құралдар тоже бар деген сөз. Яғни 8-ден 2-ні азайтып тастаймыз, сонда 6. Бұл 5-ші тек қана мына жер сұрап тұр, ал 4-ші тек қана мына жерді сұрап тұр. Міне сонда осындай жауаптар шығады. Келесісін қарайық. Сынып оқушыларының бірнешеуінде зілтемір, бадминтон және гантель бар. Міне зілтемір, бадминтон және гантель. Эйлер-Вен дөңгелегін қолдана отырып, мына сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Оқушылардың нешеуінде зілтемір, бадминтон, гантель және тағы сол сияқты бар екен. Біріншісі зілтемір. Нешеуінде зілтемір бар екен? Ол мына шеңбер, мына жиын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Біріншісі бізде 8. Екіншісі нешеуінде бадминтон бар екен? Бадминтон мына кіші шеңбер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетеуінде. Үшіншісі бізде гантель. Гантель бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағы да жетеуінде екен. Төртіншісін қарайық. Зілтемір және бадминтон. Төртіншісі зілтемір және бадминтон.
бұл мына шеңбер мен мына шеңбердің қиылысатын жері, яғни 1, 2, 3. Бесіншісі, зілтемір және гантель. Зілтемір және гантель 1, 2. Екеуінде ғана бар екен, екеуінің қиылысатын жері. Алтыншысы, бадминтон және гантель. Бадминтон және гантель болса, ол мына қиылысатын жері, иә, мына шеңбер, мына жиын мен мына жиынның қиылысатын жері. 1, 2, 3, 4. Және жетіншісі, зілтемір, бадминтон және гантель бар. Үшеуі де бар, тек қана мына үшеуінің қиылысатын жері мына жер ортасы. Сонда бұл тек қана біреу болады.